осы Жамбыл ауданында 73 жылдан бері қарай қызмет атқарып келе жатырмын. Ойлап отырсам, көп жетістігім осы колледжде істеп жүрген кезде алған екенмін. Асар партиясының ұйымдастыруымен, Дариға Назарбаеваның ұйымдастыруымен Дегдар деген жастар соған ауылдың ең үздік мұғалімі деген, сонда мен 70-ке жақындап қалған кезім. Осы жерде жүріп, сол ауылдың ең үздік мұғалімі деген сайысқа қатыстым. Менің алған марапаттарым бар, алған атақтарымның көбі осында орындалыпты. Енді мінекей колледжіміз нағыз көркейген шағына жетті. Болат Алтаев келіп осы жаңадан жастардан, жас лисеске дейді ғой, жастардан мінекей мынандай керемет ұжым жинақтап, тәртіпті жолға қойып, білім сапасын өзгертіп, бірталай мамандықтарды жаңартып ашып, осы ауыл шаруашылығы керек. Соның барлығын іске қосып жатыр. Енді мақтанам, бір жағынан қуанам, мына біздің республика бойынша ең алдыңғы колледждің қатарына іліп жатыр. Барлығы да халық риза болып рахмет айтып жатыр. Мына ауыл шаруашылығы мамандарын дайындап, колледждің өзінің жақын жерден балаларына сондай мамандыққа ие етіп жатқандарына халық та риза, жастар да риза. Тәртіп бар жерде білім болады. Сол енді бүгінгі өткізіп жатқан іс-шарасына да өте риза болып отырмын. Мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы болып, жер-жердің бәрі тойлап жатыр. Сол үлкен мерекеге қарама-қарсы әрі ұрпақ сабақтастығы деп кейінгілерге ұжымдағы жас мұғалімдерға да үлгі болсын, өсіп келе жатқан мамандарға да үлгі болсын деген ниетпенен мектеп әкімшілігі міне осындай бір үлкен бүгін іс-шара ұйымдастырып, менің атымда кабинет ашты. Соның бәріне риза болып бара жатырмын. Менің басқарып отырған ұжымым аға жедер ансамбльде риза болып, бәрі бір марқайып, жастарына жас қосылды ғой деймін. Барлығы күліп аттанып баратыр. Соған қарағанда бәрі жасарып қалған сияқты айналайындар. Солардың атынан, өзімнің атынан, бала-шағамның атынан мыңда бір рахмет айтамын осы колледжге. Осы жақын арада ең жұрт халық болып, мемлекет болып, егемендігіміздің 30 жылдық үлкен мерейтойын күтіп отырмыз. Үлкен іс-шара ол біздің ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы аңсап жеткен егемендік. Ол біздің қазақ халқына жайдан жай келген жоқ, ешкім бізге оны сыйлыққа сыйлаған жоқ.